Ассалаумалейкум құрметті оқырмандар, бүгін сіздерге YouTube каналыңыз тіркелген Google аккаунтты қалай қорғау керектігін көрсететін боламын. Осындай сияқты пайдалы ақпараттарға толы видеоларды жіберіп болмас үшін менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. YouTube сайтына кірген соң, мына оң жақ жоғары жақта YT деп тұратын білесіздер. Сол YT деп кірген соң сіз Google аккаунт тіркейсіз. Google аккаунт тіркеген соң канал бірден ашылмайды. Сіз создать канал деп өзіңізге канал ашасыз. Сол канал сіздің Google аккаунтыңызға тіркеліп тұратын болады. Ол каналдың аты мына оң жақта шығып тұрады. Мысалға аватар кісінде сурет тұратын болса, суреттің белгісімен немесе аты тұратын болса, мына жақта бас әріпімен белгіленіп тұрады. Мінекей біздің канал, міне Нұр деген канал. Қазір осы канал тіркелген Google аккаунтты екі этапты аутентификация қосып және безопасность, яғни қауіпсіздік шараларын жасайтын боламыз. Ол үшін мінекей осы каналымыз тіркелген Google аккаунтты личная информация дегенге кіреміз. Личная информация кірген соң аты жөніңізді барлығын осы кезден бастап удостоверениенің артындағы ағылшынша жазып алған дұрыс, себебі кейін оның барлығы Google AdSense және налоговый форма толтыру, кейін монетизацияға жеткен соң соның барлығы тексерілетін болады. Мына Google аккаунттағы тексерілмейді, бірақ Google AdSense-тегі соның барлығы ағылшынша жазылып тұрғаны дұрыс. Налоговый форма толтырған кезде барлығы бірдей сәйкес болуы керек. Себебі сіз Google AdSense растаған кезде сізден документіңізді сұрауы мүмкін, паспортыңызды. Мына жақта туған күніңізді барлығын жазасыз. Және мына жақта сіз қасына резервный электронный почтаны жазып алған дұрыс. Және мына жақта телефон, добавьте резервный номер телефона для защиты аккаунта. Яғни осы резервный номерді сіз тіркеп қою керексіз өзіңіздің номеріңізге. Себебі сіздің пароліңізді білген жағдайда да ол сіздің аккаунтыңызбен кіре алмайтын болады. Себебі сіздің аккаунтыңызға кіріп жатқан кезде оған осы бір номерге SMS жіберілді, сол SMS-ге келген кодты теріңіз деп тұрады. Өткен жылы, яғни 2021 жылы YouTube-та жаңадан заң шыққан болатын. Білесіздер, монетизация қосқан кезде 1000 подписчик және 4000 сағатта жинау керек болады. Және сонымен қатар тағы да екі шарт қосылды. Оның бірі сіздің YouTube каналыңызда нарушение жоқ болса, және төртіншісі сіз номеріңізге тіркелсеңіз ғана монетизацияға заявка жібере аласыз. Егер де сізде 1000 подписчик және 4000 сағат толатын болса, және номерге тіркемеген болсаңыз, сізде ары қарай жібермейтін болады монетизацияға, яғни подать заявку дегенге жібермейтін болады. Сондықтан да бұл қауіпсіздік шаралары. Оны міндетті түрде жасау керек. Бұл мінекей мына жақта номер телефона добавить номер деп сіз өзіңіздің номеріңізді тіркейсіз. Бұл сіздің аккаунтыңыздың қауіпсіздігі үшін. Яғни сіздің Google аккаунтыңыздың логин паролін біліп қойса, мысалы біреулер почтасымен паролін немесе аты жөні ұқсас болатын болса, мысалға менде Нұр 95 болса, мысалы оның паролі Нұр 95 болса, солай біреулер біліп қойы мүмкін. Біреулер көріп қалып, одан кейін ішіне кіріп көрі мүмкін. Сондықтан да көбісі жеңіл пароль қояды, сондықтан да взлом жасау оңай. Әрі сіздерге ескертуім, қазір кезде мошенничество, яғни Instagram аккаунт немесе басқа да WhatsApp, Telegram аккаунттарды взлом жасау болу жиілеп кетті. Сондықтан да қауіпсіздік шаралары ретінде сіздерге айта кетейін, сізге белгілі сіз бір адам таныс емес бір ссылканы жіберетін болса, осы ссылкаға кір, ақша ұтып аласың деген сияқты сондай ссылкаларды жіберетін болса, ол ссылкаға вообще кірмеңіз. Себебі ол хакерский атака деп айтады оны. Себебі ол сол ссылка арқылы сіз кірген кезде сіздің телефоныңыздағы барлық ақпараттар олардың уже қолында болады. Және сіз белгілі бір логин парольді жазған кезде сохраните этот пароль в этом устройстве деп шығады ғой. Сол кезде сіз сол телефонда сақталған парольдердің барлығы олардың қолына өтуі мүмкін. Сондықтан да белгісіз адамдардан сондай ссылкаларға өтпеңіздер. Тіпті кейбір кездерде сіздің достарыңыз немесе таныстарыңызды взлом жасап алып, олардың атына сіздерге осы ссылкаға өт тезірек деп регистрация жаса деп айтуы мүмкін. Ары қарай уже өздеріңіз түсінесіздер. Ары қарай түбі ақша сұрайды, жаңағы аккаунтыңызды қайтару үшін осындай номерге, кошелекқа ақша сал деп сұрайды. Оның барлығынан абай болыңыздар. Бұл осы Google аккаунт осы YouTube-қа да тиесілі. Сондықтан да өткен жылы осындай хакерский атака көп болғандықтан осы YouTube-та двухэтапный аутентификация міндеттелді. Контактная информация деген емес, жаңағы сіздің атыңыздан логин пароліңізді білсе де кіретін болса, ол кезде
SMS код келеді номеріңізге. Сол SMS кодты терген соң ғана кіре аласыз. Мынау контактный информация сол. Ал двухэтапный аутентификация деген ол басқа. Мына жақта безопасность деген кіреміз. Бұның барлығын телефонда да жасаса болады. Телефонда компьютерный версия қылып кіресіз, өзіңіздің браузеріңізге қай аккаунтқа тіркелген болса, осылай Google аккаунт деп кіретін боласыз. Двухэтапный аутентификация бұл Google аккаунтта қосылып тұрған екен. Ол үшін паролімізді тереміз. Двухэтапный аутентификация бұл аккаунтта қосылып тұр. Номеріме тіркеліп тұр. Номер подтвержден деп барлығы жазылып тұрады. Егерде дәл осы двухэтапный аутентификация сіздің аккаунтыңызды қорғайтын болады. Яғни сіздің логин пароліңізді біреу біліп қойса да, ол кірейін деп жатса, сіз бәрібір сол SMS кодты термей сіздікіне кіре алмайтын болады. Осы екі жерге міндетті түрде телефон номеріңізді жазып қойыңыз керек. Контактный информация және безопасностьке двухэтапный аутентификация. Бұл яғни жаңағы айтқандай монетизацияның бір шарты болып келеді. Мысалға, егерде сіз каналды сататын болсаңыз, осы сатайын жатқан каналыңыз тіркелген Google аккаунты, соның барлығын осылай көшіресіз. Ең алдымен басқа біреуге сатпас бұрын, мысалға, одан сатып алып жатқан кезде бірінші очередьге ол кісінің номерін жазасыз, бірінші соған тіркеп алып, содан кейін барып тұрып парольді өзгертіп жіберген дұрыс. Себебі бірден осы жақтан барлығын ол өзі өзгертетін болса, басқа IP адрестен, ол кезде сіздің аккаунтыңызды жауып тастауы мүмкін. Себебі ол Google аккаунт басқа бір IP адрестен барлық данныйларды өзгерткен кезде, орысша айтқан кезде подозрительный болып қалады, күдікті болып қалады. Сондықтан да басқа біреуге каналды беретін болсаңыз, немесе сататын болсаңыз, бірінші сіз осы номерді электронный почтадағы резервный почтаны өзіңіз осы жақтан өзгертіп алғаныңыз дұрыс. Яғни парольдің барлығын өзгертіп, одан кейін оның номеріне тіркеп бересіз. Достар, осымен видео сабағымыз аяқталды. Осы видеода айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басуды және арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де осындай сияқты пайдалы ақпараттарға толы видеолар көбірек шын десеңіздер, осы видеоның астына комментарийға кез келген отзыв жаза кетіңіздер. Оның барлығы маған үлкен шабыт береді. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.